Құрметті ұстаздар, осы Меңдешев орта мектебінің ұстаздар қауымы баршаңызға 23-24 оқу жылының аяқталуымен және сіздерге мынау еңбектеріңізге табыс тілейміз. Шығармашылық әрқашанда шәкірттеріңіз сіздердің асып түсетіндей шәкірт болсын. Енді мына бүгін тұспасы келіп жатыр. Анамыздың зейнеткерлік жасына жетіп, осынау 40 жылдан астам уақыт осы Меңдешев мектебінде ұстаздық қызмет атқарып келе жатыр. Өзімізде осы 11 жыл осы биология кабинеті ғой. Осы кабинетте 11 сыныпта осы кабинетте аяқтағанбыз. Осы мектепте білім алып, одан әрі қарай өмір жолында анамыздың жолын қуып ұстаздық білім алдық. Ол ұстаздықта біз болып та қызмет еттік. Енді өмір бір орында тұрмайды, түрлі оқиға болады, адам болады, өзгеріс болады. Енді сәл ұстаздықтан сәл ажырасақ та, бірақ сол көз көрген ұстаздарымыз өздері ақпарат беріп отыр бізге. Сонау 5-ші сыныптан Сәттілік Атайлы марқұм болып кетті ол кісі. Одан кейін осы ақпарат ағай бізге 10-ші сыныпқа дейін математикадан сабақ берген. Көз көрген ұстаздарымды көріп, одан кейін қатарластарым, одан кейін замандастарымыз, одан қала беріп жаңағы біздің артымыздан ерген осы ауылдың бауырларымыз, енді ауылдың жеңгелері, біздің кіші болған қарындастарымыз, баршаңыздар енді біріңіз танысақ, біріңіз танымай жатыр. Енді осындай үлкен шара қылып, анамыздың зейнеткерлікке шығады, яғни оқу жылда аяқталып келе жатыр деген бағытта осындай үлкен шәкірттермен аз ғана болса да көңіл бөліп, осындай құрмет көрсетіп, мынау алғыс деймін сіздердің баршаңыздарға. Гүл дегеннен шығады ғой жаңағы. Гүл әлбетте келе жатқан гүл әлі жетілмей келе жатыр. Гүліміз бар еді, негізі алтын айлық сыйлығымыз бар еді, оны әлі жетіп қалмай жатыр. Бұны қазір аяқталғанша кетсе алып табыстырамыз. Жалпы гүлмен естетіп кетіп отырмын. Баршаңызға мыңдап алғыс. Отбасыңыздың атынан жаңағы осы шара бір күн бұрын хабарласқан сіздің әріптестеріңіз осы шарамен қатар тағы да бір үйде жаңағы шаруалар болып қалған інілерім жаңағы сол шаруаға басы көз болып жатыр да мені жіберіп өзім жаңағы барып шешіп біздер қалған жаңағы айқастыра берейік жұмыстар тілеп сосын жаңағы бүгінгі шараға осы отбасымыздың атынан рахмет айтайын деп сіздерге. Әрқашанда тек осы адамға бір жетпейтін көңіл ғой, бір аз ғана көңіл, аз ғана құрметтің өзі адамда бірнеше нәрсеге өсіріп, сені үлкейтіп тастайды да. Енді ұстаздық кезеңдерде өзімізде осындай жаңа ұстаздармен ардагер ұстаздарымызды ұлағаттап, құрметтеп, осындай үлкен жақсы шара жасап жүрдік қой. Бұл шарада үлкен бір өнегелі шара. Біз жаңағы өмірден өтеріміз, кетеріміз, қызмет жасарымыз, бірақ артымызда осындай шәкірттері бар еді, осындай біздің ұстазымыз бар еді, осындай бір мұғаліміміз сабақ береді деген жаңа бүлдіршіндерімізді ертең осы мектептен тамамдап 11 жыл білім алғаннан кейін айтып жүреді, маған сабақ береді. Маған алғаш сабақ берген ол кезде жаңа естеріңізде білесіздер, біздер бірінші сыныпқа келгенде 3 сынып болдық. А сыныбы, Ә сыныбы, сосын Б сыныбы. А сыныбында Бақтабай, Ә сыныбында мен сыныптың Күмісабай, 3-ші сыныпта Алтын болды. Бастауышта 3 сынып оқыдық 80 артында. Сол кезде, енді кейбір кезде апайларымыз оқуға кеткенде бір-бірін алмастырып, анамыз да бізге сабақ берді ғой арасында. Айта берсең сөз көп әрине. Мыңдап алғыс сіздерге баршаңызға да. Барлық бейнеттеріңіз тек осындай жақсы құрметке ие болып, жақсы ұстаз деген ұлағатты есімді төмендетпей, жоғарылатып, мәртебесін көтере берсеңіздер құба болып. Біз үшін мектеп, осы Меңдешев мектеп, үлкен білім ордасы әрқашанда жүрегімізде, есімізде қалатын дүние. Ата енді зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын, келе жатқан. Аман болыңыз. Жаңа айтып жатыр ұстаздарымыз алға байып жатыр. 40 жылдан астам уақыт осы мектепте қызмет еттіңіз.
Екі жылдан өтіңізде осы ұл-қыздарымыздың, немерелеріңіздің қызығына тоймай, бапымен өміз аман, әрқашанда тек мектептен ұлағатты ұстаз сізді шақырып жатыр. Жаңа мерекеге шақырып жатыр деген тек сабаққа емес, осындай мерекелік шараға келуге жақсы. Аман болыңыз, бауырыңыз.